Жаткаст, жатарда айтылатын әңгімелер. Қалайсыңдар, жаңалық? Бүгін бізде новый адам. Жозефина, Жұлдыз. Танымайтындар болса. Танисыңдар ма вообще? Танимыз. Сен танисың ба? Иә, танимыз. Жеке танисың ба, кәдімгі? Иә, Жоқ, жеке танымаймын, жеке енді көріп жатырмыз. Да. Сіз? Жеке енді несіп тұрып қой енді құрсын. Окей. Мен жалпы өнерімен таныспыз ғой, бұл КВН-де ойнаған қарындасымыз, дұрыс па? Аллаға шүкір, иә. жоқ, негізі бір сахнада ойнаған екенбіз шынымен де осы таныса біле өзіміз Арқалықта ойнаған, арқалық командасы. 2016-да Казмедияда бір сахнада ойнағанбыз. Еще 1-8-де біздер өттік па ол кезде? Сендер өттіңдер, біз өтпей қалдық. Соны айтайын деген ғой, біздер өттік сол кезде. Шын атын Жозефина ма? Жоқ, бұл лақап ат болып есептелінеді. Негізгі шынайы азан шақырылып қойылған атым Жұлдыз. Деп безесетін өзі. Маған мен боқтан жоқ, маған. Боғауыздың бәрі осы сияқтан болады. Жалпы бүгін күшті күйініп алғанбыз ғой негізі андай. Негізі өмірде Мен өзімді бар андай 3 этажды коттеджі бар, баяғы сияқты сезім. Тәтті кофе ішетін бар андай. Мен боқбасып кеткен сияқты. Вообще жатырда пижам киесіңдер ма негізі? мен өзімше андай халат киіп, қодыртып, не қылған, ол мен келмейді екен, үйлесе алмайды екен. Палеон бұрынғыдай жата берген ыңғайлы екен. Біздерге маған өзіме солай ыңғайлы. Бұрынғыдай қалай ол? Біз как будто күнде сені бүйтіп терезеден қарап жоқ, бұрынғыдай вообще кимей, дым кимей, ұйықтаған. Дым кимей. Дым кимей дейді ғой. Оны киесің ғой по-любому. Нежный бельеларды кимейсің бе? Нежный бельеларды. Жозефина түнде қалай ұйықтайды? Осы орайда анығын бірге ақтарайық. Конечно. Астарлы ақиқат. Так, мен пижама кием. Мен қыз болмайын да. Пижама кием, түрлі түсті пижамалар. Киген дұрыс қой? Киген дұрыс, әдемі, сүйкімді. Салқын тимегенге. Есік шапқанға. Дұрыс. Келесі сұрақ. Бала Жозефина қалай болады? Сіз қай жақтың тумасысыз? Жетісай. Сіз? Солтүстік Қазақстан Торғай. Сіз емес, ондай жер біздер емес. бәріміз бар ғой, негізі күйеншіктеріміз ғой, бәріміз негізі. Өзі ғой пизесі болған Нұрсұлтан. Анау да қызық та, мысалы, Жұлдыз Жозефина деді ғой жаңа. Сон қоятын кезде, нақты Жозефина тоқталатын кезде, қалай бүйтіп ойлап табат жатқан кезде. Жозефина, Жұлдыз, Жозефина деп бүйтіп қойдың ба, или аяғы? Калифорния деген сияқты ғой. Нема, лақабатым ба? Негізі лақабатым өте бар ғой, кличка бір түрлі қойылған. Мен сендерге айта кетейін, негізі осуждать етпеңдер. Кличка деп дейді. Осуждать етпеңдер. Мен оны шынайы айтып жатырмын, ешқандай андай өтірік қосып емес. Негізі это было бір жыл бұрын достарыммен Астанада жүрген кезде, енді кішкене енді андай ақтан ұрып қойған кезіміз ғой енді. Онда тұрған ішінде жоқ. Қымыздан дейді, қымыздан. Қымыз деп отыр, қымыз деп отыр. Давай, андай негатив болмас үшін сиқырлы сусын деп айтайық. Иә. Балғымыз десей? Балғымыз ішкенбіз ғой, сол балғымыз ішіп кішкене андай қанымыз кішкене жүгіріп сөйтті да. Сол кезінде мен далаға шығып кішкене андай іш құрылысым ауырып сөйтіп далада бүйтіп горизонтально құсып тұрған кезім ғой. Сол кезінде достар шақырып қалды. Біреу танысуға келді. Атыңды Жоқ, мен істеп отқанда достарым шақырып қалды. Жозефина болды. Жозефина деп қалды. Жозефина берді. Жозеппе? Құсып атқан адамға Жозефина деген бармайды ғой да? Деп шақыратын сияқты. Жұлдыз! Шатырың болсаң, неге ішесің? Кетер ақырыз! Масалатыңды ал! Солай айта бастады. Сөйтіп Жозефина деп қалды. Қасындағы цифралар? Құсып атқанда шығып қалды ма? 2, 4, 8 деген. Жоқ, ол менің туған күнім 24. Просто 4 деген санды мен не үшін қосқанымды айтқым келмейді. Мен 4 рет қысқам сол кезде. Шашырап ше. Та біреу алып қойды, бәрі де қыспаса. Құрсын. Мама мен қапып кетіп баратыр. Точно жатарда айтылатын әңгіме.
құсарды айтылады. Вообще негізі андай жатарда не істейсіздер? Мен 2 жыл болды YouTube қараймын. YouTube'сыз ұйықтай алмаймын конкретно. Қосып қоямын, не ол андай не туралы маңызды емес. Қосып қоямын. Сөйлеп тұру керек. Бірдеңе сөйлеп тұру керек. Папа андай папалар телевизор қосып ұйықтап қалады. мидың демалмағандықтан ғой, өзіңе демалыс бермегендіктен сондай болады көбінесе адамдар ұйықтай алмағандықтан. Телефонды өшіріп жату керек 1 сағат бұрын. Өшіріп өз ойыңмен Сен қалып сөйтіп жатасың ба? Жоқ. Бақылды айтып жоқ дейді. мен ана ютубтан не анау мультиктерді көремін. Нешедесің сен? Мен 23-ке мультик туамын. көріп ұйықтайсың ба сонда? Қандай мультиктер? Мен время приключения, тағы не, Рик и Морти сондай қараймын. мен баяғыда кішкентай кезде менде кішкене не бар еді, жіберіп қоя беретінмін да кішкентай. 5 Былтыр десің. Осы кеше 26 жасыма дейін осы содан жібермейтін болдым кейін. Жарайды. мен бұрында кішкентай кезімде короче былай ұйықтайтын едім, есімде қалып қойды короче. Енді мектеп кезде ма ұйықтап жатқан кезде ойыншық жоқ қой енді. Бәрі ұйықтап жатады, қасымда мама папа ұйықтап жатады. Мен короче өзім ойнайтынмын короче. Онда білмеймін, біреулерде болды ма, болған жоқ па білмеймін. Саусақтарын жақсы болған істейді. саусақтармен короче дычко, нағып тұрсың сен ма? Оңбаған, біріне андай үлкендіктер құсап сол кезде бар ғой. Кедей түрінде міне. Ойыншық болмады ма? Жоқ, датауы андай ойнайтын материал болмады ма сонда? Ағаштарда. Мысалға мен андай Не деген? вилкалар мен қасықтар төбелестіретін. Мен натуре. Енді в основном папа мен маманы төбелестіретін. Сұрастырып алайын деген ғой, үйленгенсіңдер ма деп сұрамаған ғой. Қабдол үйленген 1 жыл болды. Кечи? Не? Айтпадым ғой жаңа. Шошып кеттің ғой. Қабдол үйленген, Нұрсұлтан үйленген. Жас екеуміз скоро. Так, сен қашан тұрмысқа шығайын жатсың? Ойбай, әлі планда жоқ. Давай соны обсуждать етейікші. Планда жоқ. Ойыңдағы Ақбозатты Ханзада қандай? Ақбозатты Ханзада ешқандай бір белгілі бір объект андай бір мындай болу керек, мындай сондай, ақшасы осындай, машинасы осындай деген зат жоқ. Рас айтамын, жоқ, менің бывшыларым саған кәдімгідей андай мысал болады, өйткені бәрі андай біртүрлі небір негрлер да. Сондықтан да ол кішкене енді маған қарағанда жағдайы төмендеу, машинасы жоқ болғандар болды. Олармен неге жүрдің сен? Махаббат қой, химия ғой. Қанша бывшийің болды? Үшеу болды. Үшеуі де Бірақ кедей болды. үшіншісі саналмайды. 300 ұқсап айттың ғой сен? Үшінші саналмайды, өйткені 2 ай ғана араластық, 2 айда алтындарымды ұрлап, AirPods'ымды үйімнен ұрлап, 2 миллион қатап кеткен. Айттым, қою керек саған кедейлермен жүріп. Міне келді. Сондықтан да 2 ғана, бірақ оны мен кәдімгідей серьезный отношение деп айта алмаймын. Әлі де дайын емеспін. Соттастың ба? Соттасқан жоқпын. Алтындарыңды алған жоқсың ба әлі? Жоқ, ұрып кеткен мені. Сосын ғой пиздец бо. Нормально. Ол жігіт бар тау? Бар ма? Негізі бар. Ол кісі бар негізінде, бірақ та әлі де кішкене өзімді сенімсіздік бар да. Неге сенімсіз? Тоже ұрлап кететін сияқты ма бірдеңе? Қолым сұхана болған сияқты бізде. Онымен кездескенде бір алтындардың Өткенде бәрін айыппұлсыз шешіп таппай қалдым десе. жаңа жігітмен кездесетін алтындардың бәрін шешіп тастайды, қолдарын бәрін шешіп тастайды. Қымбат айыппұлсыз бәрін шешіп бір жерге тығып қояды да, сосын барып кетеді ме? Күйеу андай күйеу болса да, андай до конца баратын ұры да, 50 жасқа дейін шыдап, жинап бірақ ұрласа да, немересі бар да уже. Қашып баратыр ма? И соған дейін шыдап бірақ AirPods ұрлап. Ырза да емес. Міне деп. Шаң-шаң қашып баратыр. Ол 2024-те шыққан AirPods да. Сөйтсе полный жастық жағынан айырылған ба өзі. Сол. Құдай қаласа. Обычный AirPods болып беді. Ана про деген шықты ғой бәле. Өзіме ала салғам соны. Мен негізі ондай қатты қызықпаймын заттарға. Неге сразу соған ала салмадың орнамады? Ей, соған алып берем деп отқамын ғой. Шыдай Шыдай алмадым. алмай қалды да, не дейсің? Нешіне ренжисің енді оған бәрі? Ренжісім жоқ, мен жібердім бұның Жоқ, барлығын. енді қазір ол жігіттер мысалы 3 жігітім болды дейді, қайттан жаза ма? Жазады, иә. Үшеуінде де ақша айтып тастайсың типа. Иә, өйткені бұл шыға. Жазатын болса, тағы новый AirPods алдым ба дейді. Скоро келемін деп. Уже AirPods Max'тар шықты ғой. Мә, новый наушник алыпсың вообще. Қалайсың деп мен де. Дайректін шолата береді. Наушник құтты Машина алыпсың вообще.
жоқ жазбаймын, сөйлеспеймін мүлдем. Сөйлескім де келмейді, өйткені қаншама керемет жігіттер, еркектер жанында жүр. Неліктен мен бұрынғы жанында жақтарға деген бізді айтып отыр екен. Жоқ, сендерге қатысты емес. Маған андай кішкене социалды, өте андай соцсети деген заттарды әлеуметтік желіде Но сен соттың ба деп ұрлап алған болсын деп. Негізінде маған осы орыстарда айтады ғой, андай никогда не говори, никогда дейді да. Мен мысалы өзіме Жаман тез айтып тастаған жоқ. сен не қылмашы олай, отқа май құймашы. Қазір таяқтың ұшы деді. Таяқ ұшы. Жоға, қазақта айтады, тыңдалмаған сөз жетім дейді. Ал біз жетім жатпаған халықпыз. Сондықтан да сөзді тыңдаған, есту мен тыңдау бөлек дейді. Соны кішкене ескерте отырсаң, менің саған деген сезімдерім өте ашыла түседі деп оттайсың мен. Апа мен саған бір сыр айтайын. Қызыңызды алам апа. Саған сонда андай жігіт керек қой түсінгеніміз бойынша да, андай іс жерге инстаграмы дым жоқ. Негізі солай ойлағанмын, мен негізгі басты критериям сол тұғында өзім блогер болып бастағаннан кейін кішкене андай социумда андай кішкене аты бар адаммен жүргім келмейтін. Өйткені қиын. Инстаграм удалить етемін. Құрметті достар, біздер Жасөк Айтеннің инста парақшасын сатамыз. Жоға, бірақ та олай айтып едім, бірақ та ол кісі сондай бір медийный адам болып шықты да. Ұрыма жаңағы? Медийный адам ұры. Который жаңа сіз бар деп отырған. Енді бар деп отқан адам ғой негізінде кішкене. Жаңа тема бойынша қызық болады да, енді жаңағы жігіттердің кейбір критериялары жайлы айтып қалды ғой Жозефина ханым. Енді сізді ойдағырда көшеде кетіп баратсыз, ойыңызда ештеңе жоқ та. Былай кетіп баратқан кезде алып қашасыз да жігіттер. Вообще. Жоқ, негізінде менің көтеріп алып қашып барады. Кәдімгідей Машинасына қарайсың ба, қалай өзі? Жоқ, менің ойымша Замедленный кадрмен. Еще былай алып кетқанда біртүрлі адамгершілігі бар бала сияқты біртүрлі. Үстімнен ассың, бүйтіп үстімнен ұстасын. Өйткені астан болмайды. Хорошо. Құрметті алып қашар жігіттер. Егер алып қашам дейтін ойларыңыз болса, арқасынан көтересіздер ғой, короче. Жоғары қарай көтеріп алып бару Бит алмай айтқан бір қыздар Бит дұрыс қой, ең дұрысы бит. Жоқ, енді менің ойымша, ондай әлі жоқ деп ойлаймын. Ол ауыл жақтарда қайдан басқа. білесің өзі? Жоқ, мүмкін алып кетті дерлік, мысалға айтарлық. Көнесің ба? Көнбеймін, пизду. Мен бірақ ойладым ол туралы. Өйткені маған дайрекқа жазатындар өте көп. Алып қашам. Дайрекке жазбайды, олар дайрекке жазбайды. Бірден қуады. Сен бетсе алып қашып, андай табаларықта чоткий апа жатса, андай. Фигурасы дерзкий, 90-90. Алтындар, білдің. Жоқ, мен ойлаған басында алып қашам, ойбай, қарамаймын ешқайда деп. Бірақ та все равно ұстап қалады ғой. Енді не дегенмен қалай, не десең де үлкен кісілер сөйлесе кішкене енді ашу заңды басасың ғой енді үлкен кісі деп. Бірақ та мен былай ойладым, алып қаша жарайды деймін. Окей. Тағыңдар орамал. Жоқ, тағыңдар деп. Сосын барып бір күн уже аны бәрі успокоить етеді. Ақында деп жүрген кезде сол кезінде ақырын ебал сеуіп кетемін деп тұрмын да. Вот сондай план бар. Алдында алып десейші. Жаңа бала алып қашып кетті содан. Тағы бір сұрақ, андай парашют шығатын қыздар көйіп кетті ғой қазір бәрі. Иә. Маған қарап отырсың ба? Жоқ, бәрі деп айтып отыр. Почти бүкіл қыздар парашют. Қалай ол, расчет. Енді жағдайына қарап. Парашютым ғой, парашютпен секіріп кетеді. Мен мысалға маған көбісі айтады, андай қазіргі уақытта парашют ұшық дейді да күйеуге. Мысалға айтарлық, ол енді бар зат. Парашют шығу керек, статус анау мынау тегіне қарап шығу керек деген. Мен ондай затты құптамаймын, өйткені біз химия арқылы, махаббат арқылы адамдарды жүрегімізге тартамыз. Қандай химия ол? Ол химия саған жұмыс істемейді. И вот сол химия арқылы баланы сүйіп. Химияда үш қойды. Химия деген түсіндір айтып жүр, халықты түсіндір. Химия деген түсін айтқан жоқ. Химия деген белгісіз бір сезімдер ғой, зерттелмеген бір сезімдер болады. Адамды мысалы сен барып жай ғана бір тұрған кейпінде өзің жүрегің ашылып қалу мүмкін. Оны махаббат дейді, химия демейді. Біреу қалды сен. Неше? Зайырлы мемлекетте отырған жоқ. Физика ше? Физикада бар мысалға айтарлық. Физикаға нақты тоқталсақ. Егер парашюту шығатын болса, мысалы, менің келіншегім маған вообще расчет. Ешқандай расчет жоқ қой, не? Расчет, математика. Хотя бы түрде келмей ма? Иә, қайдан білесің? Мүмкін пастельдер жақсы шығар.
Онша емес десем несі? сөздің шыны керек енді не үшін оны жасырма. Тексерейік баланы, ортаға шықшы. Жа, менде видеосы бар. Видеосы бар. Тоқтат! Басқа жаққа кетпеді. Еба, тоқтат! Болмайды. Ұлдарда болмай ма? Ұлдарда болады. Мен мысалы ойлаймын, менде парашюту деген бар, енді бірақ ақша жағынан емес. Андай әдемі қыз болса деймін, потому что балаларың әдемі болған. Әдемі дегенде сенде мына бет әлпетін айтып тұрсың ба, әлде қасиеттері, мінезін айтып тұрсың ба? Қасиеті қалай әдемі болады? Жоқ, әдемі қасиет деген зат болады, мысалы әдемі қасиет, жинақы, өте таза, жинақы деген қандай болады, маған айтшы. жинақ қыздар мысалы, қалай айтсам болады мысалы? Мысалы аккуратно осында кішкене тұр. Осындай күртішті десе. Жігіттер көп жаза ма? Негізі Давай енді. жоқ, басында 80% қыздар жазатын. Ұлдар өте аз жазады. Не деп жазады қыздар? Қыздар өз проблемаларын айтады, совет сұрайды, мысалға ақылдасып, жүзе, көмектесші деп. Бәрін жауап бересің ба? Проблемаларын бәрін. Басында Кредит бәріне болып жауап жатыр деп жазып жіберсек болмаса. Жоқ, басында реально бәріне көмектесетін, бәрін жазатын. Бірақ та қазір сообщение мен мақтанғаным емес, өте көп. Дайрек ашқан шүк кеп жатады, и мен үлгермеймін. Бірақ андай бір болады, мындай текст жазатқандарға отырып қарап жауап беруге тырысам. Өйткені өзімді жұлдыз санамаймын. Бәріміздің баратын жеріміз бір. Сондықтан да кеудені керуге болмайды, мысалға айтарлық. Мысалға, көбінде қыздардың проблемалары жазады деп жатсың ғой. Қандай проблемалар қозғайды? Жігіт қой, сол жігіт қой, жігіт. Не істедік біз? Жігіт анау бүйтті, сөйтті, мынау жазбай қалды, анаған ғашық болдым, мынаны бүлдіріп қойдым, жұлдыз не істейміз, мен бір гурумын ба, білмеймін. Енді барынша нетуге тұрсам, мен жауап беруге. Бірақ та қазір мен енді біле отырсаңыздар, жақын арада осы 2-7 бұрын операция жасатқам, мамопластика деп аталады, яғни кеудені үлкейту. Солын жасатқаннан кейін негізі статистикам одан да бетер жақсы болды. 35% ұлдар қарай бастады. Предложениялар көбейе бастады, осылай. Бірақ та негізі жазатын ұлдардың көбісі жас балалар. 2000, 2002, 2003, 2005. Жаны қанша теңгеге істеттің? Негізі Адресі бар ма? 1,5 миллионнан жоғары ғой. 1,5 теңге десе. 1,5 миллионнан жоғары. 1,5 миллионнан жоғары, иә. Ол имплантқа байланысты, размеріне байланысты. Бірақ мен тағы болсам, мен де статистикам жыртатын сияқты. Үшеу ма үшеу? Не дегенмен енді үшінші размер. Статистиканы жыртады сосын. Ауылдар жыртып. Қалай қазір алға қарай андай уклон жоқ па? Бар. Өйткені минуста болдық қой енді. Минус болды кішкене андай парта. Минус деген бола ма не? Парта, тақтай болдық, сондай болдық та кішкене қазір енді жүру қиын, тұру қиын. Маған айта бер. Маған көрсетсең болады десең. Жоқ. Ойнайтам. Мама, мен сөйлесе берсем бола ма? Сол, негізі. Неге атым мамопластика екен? Мамопластика. Мама деп тұрған жоқпыз ба? Мама деп па. Жасатып боласың, айына қарайсың, мама қырсың. Мысалға, ол жасатылған пластикалық нәрсеңіз кейін қозғалып кетпей ма? Қозғалып кетпей. Арқаңыздан дейді. Деп ақ келіп ондай көрінеді. Арқаңа лақтырып алып, жұмсақ жатасың. Жер тиіспейді. Мама, кешір мен тағы не істеп кеттім. Ол сөйлей ма? Ол түнде жанады десе. Әртүрлі свет. Бірақ та жанатындар бар. Қойшы! Фонарикті қойсаңдар жануы мүмкін. Иә, мен әлі тексерген жоқпын, тексерсем айтам саған. Фонарикті ортаға шақырайық. Соңғы сұрақ болды, содан кейін мына теманы жабамыз. Иә. Осындай ма? Үш деген осындай бола ма? Мына тема. Иә. Не? Емізуге бола ма? Емізуге бола ма? Иә, әрине. Мені деш. Негізі Кішкене пластиктің дәмі шықпай ма? жоқ. Ол үшін пластиктің дәмі шықпау үшін бутыл ішіне алып. Зарядтала ма ол? Қазір электронды. Қайтпасақ кетті, қайтпасақ. Иә, келесі деп. Ау, өте алмай кеттік қой, келесі. Енді құрсын, таудан өту оңай ма? Бүгін сторисіңді көрдім сен.
Иә. уже балаларына қандай ат қоятынын жастаған 4 баласы болады екен. София. Ол қалай София. нумерологтың біліп жатырсыз? Бекітілді ма сол болады деп. София. Жоқ, шешілген жоқ негізі. Ойлап тұрмын. Планда бар. Ақылдасып бір ортаға қойып шешетін дүние ғой ол. Маған бәрібір. Екіншісінің аты. Розали. Розали, ұл ма? Розали, қыз. Қыз, Розали. Ат туралы жалпы негізі қазіргі аттар жалпы негізі вообще басқаша ғой. Білесіңдер, біздің кезіміздегі аттар деп уже сондай болып қалдық қой біз. Біздер байқайсыздар ма 90-шы жылдар мен 2000-ші жылдардың нейтрально өскен балдармыз ғой андай. 89-дар 90-шы жылдардағы кездермен 2000-ші жылдарды да көрген балдармыз ғой, короче. Біздің кездегі аттар мысалы последний ең ескі аттар біздің аттар. Қазір андай аттар жоқ қой, мысалы Ғарифолла 1 жас дейтін кім естігендер бар ма мысалы? Ғарифолла тұсаукесер дейтін. Ондай аттар қойылмайды ғой қазір дейтін. Күшті аттар ғой негізі, Ғарифулла дейтін. Жоқ, енді Ғарифолла дейтін ат как будто бір 40 жастан кейін басталатын сияқты. Неге? Күшті ғой Ғарифулла дейтін. Ғарифулла осылай қадалып қалмаңдаршы. Жоқ, күшті ат қой. Қоймашы, родной, сен не? Ол не айтып отырсың? Мен мамам аты десең. Бахрам деген естідің бе? Мә, күшті ат қой деп бәрін қойып десең. Үлбахрам деген біздің пахан ғой десең. Басқаша ма семьясы? Біздің кезде мысалы Даниил дейтін аттар бір хит болып кетті ғой бір кездері. Даниэл 70 жас деген. 70 жас. Мысалы ертең келеді ғой, мысалы бар ғой. Енді келе жатыр ғой ондай жастар. Ана досым да өткенде жақында туылды да баласы. Досым туылды десең жақында. Досым туылды. Достар сөйтіп туылатынбыз да, бөлек. Досымның баласы туылды да, атын Мейрамбек деп қойды, көресің. Анан кішкентай шақалық Мейрамбек деп. Ассалаумағалейкум деп шықса. Мен айтам да сол. Ассалаумағалейкум ағайындар десе. Мен жалғыз деп ойлап жүргендер. Сыртқа шықтым деді. Жан жақта адамдар көп десе. Сүттің бағасы қымбаттап атқан кезде маған емшегем деп айтпай ақ қой. Ассалаумағалейкум мама десе. Өзі соңғы Мейрамбек сол емес пе өзі? Соңғы Мейрамбек сол. Ассалаумағалейкум сол. Кезіндегі Мейрамбектер қандай еді? Қазіргі Мейрамбектер. Қай елдерге барып көрдің жалпы негізі? Енді болған жерлерім сол Турцияда 2 рет болдым. Дубайда 4 рет болдым, эскорт емес, родные. Той құдай Ешкім ондай айтқан жоқ. Енді қайдан білейін? Сен түрің жаман? Ой, құс, мен ондай түрім жоқ. Мен нақ бетпе баса бересің де. Онда болдым деп айтпай ақ қойшы онда. Турцияда 2 рет болдым деп айтпашы. Турцияда, Түркия елінде болдым, Дубайда болдым, Қырғызстанда болдым, Францияда болдым. Қырғызстаннан кейін Францияда болдым. Францияда болдым, Италияда болдым, Испанияда болдым. Көп елдерде болған екенсің шын. Иә, Швейцарияда болдым. Швейцарияда. Сосын Таиландта болдым, иә. Қай ел жалпы өзіне қатты ұнады өзіне, мысалы Қатты ұнаған Таиланд. мәдениеті ұнады? Қазақ елі Не үшін Таиланд ұнады? Таиландпен бірге Париж ұнады. Парижға барыңыздар. Париж дейтін Жоқ, енді сол Парижді. Париж негізі маған жаман ұнады, өйткені андай өте әдемі қала. Иә, лас кішкене ол бар, енді афроамерикандық адамдар көп, бірақ та Осы жерде мынаны алып тек нацизм болып кететін сияқты. Иә, нацизм өтті. В основном Францияның нелері көреді ғой бізді. Мен мамам француз десе. Француз. Мбаппелер көреді шығар. Мбаппелер тренировкадан кейін тер-тер болып бар ғой. Бля, осы шаткасты көрсеңші бар ғой. Осы деп бар ғой. Оны көрмей ұйықтамаймын. Футболкасын ауыстырып жатқан кезде қарап жүріп бар ғой. Не? Француз сөйлей аласың. кішкене ғана bonjour, comment le faire, ce que tu fais, je m'appelle Жұлдыз. Je m'appelle Жұлдыз. Merci. Je m'appelle Жұлдыз. Je m'appelle Наш. Je t'appelle Фатима. Не деген сөз ол? Қалай? Je t'appelle Фатима. Je t'aime деген жақсы көремін. Ұнаттың ба, лақтырмайшы. Соны несек, біз перевод жасайық бәріміз. Мысалға, еще je m'affiche деген сөз бар, je m'affiche. Анан апиш деген сияқты. Алмапиш дейді. Жалюзи деген бар ма? Жалюзи. Жоқ, ондай сөз емес, кәдімгі жалюзи бар ма? Францияда бар шығар. Сол сөздің je m'affiche деген сөздің аудармасы маған бәрібір. Қалай? Иә, маған бәрібір, je m'affiche.
Бізде де бар ғой Жұмабектің бажасы. мен Жұмабектің бажасы. Маған зеленый еще. Зеленый. Зеленый деп жазды деп. Не ағылшынша сөйлей аласың? ағылшынша жақсы иә. Мен осы ағылшынша негізі қатты білу керек екенбіз. Мен CS:GO ойнаймын ғой. Иә. Ол жерде ағылшындар кіріп қалады да. Бірге любой интернеттен ойнайсың да. Жетсе де пинг жетпей қалады кейде, сосын Шымкентке барып ойнаймын да CS:GO-ны. Ауыр ойын ғой. Жетісайға ауыр болып тұр ма? Сосын Жетісайда қала негізі шүкір. Просто арқасы бар компьютерде ақ қояды. Маған айтады, оранж, мысалы, сен сыртында, мысалы, суреттің аттарын тұрады да, и светпен айтады. Green, orange дейді да, Нұрсұлтан деп айтпайды, orange. Orange, go be, plant, бір бәле деп атыр да, менше, мағанша. Сөйтіп, мен what дедім. Боқтап тастады, ана боғауыздарын білесің ғой, хотя бы ше. Автомат ұсталады, қайға барарын білмеймін. Соғыста қалып қойған. Соғыста қалып. Shut up, orange, go, be, plant, go, bomb, plant, бір бәлелерді айтып жатыр ғой. Қайға қоямын дедім ғой қазақша. Сөйтсе, бұға қойсай деді ғой. Қазақ қой, короче. Бір қазақпен малский ағылшынша сөйлеп отыр ғой бір-бірімізді. Оған дейін бір андай кірген кезде hello guys дейсің да, басталған кезде hello guys деп бассаң бір-бірімізді ағылшын деп ойлап отқанбыз ғой. Hello guys, hello бір бәле деп айтты. Акцент те болмады басында бір-біріне. Go, бір бәле go, be, бір бәле plant bomb деп. Бұны қайға қоям деп, бұға қойсай деп. Ой, Алла. Қазақ қойшы. So let's talk. Can you ask some questions? I'm ready. Жалпы біздер негізі білу керек екеніміз. Сен кеше осы Пхукетке барған кезде де, Таиландқа барған кезде де білдік қой, Дубайға барған кезде де вообще сөйлесе алмаймыз ғой, прикинь. Ато андай кішкентай балдар ұқсап сөйлесіп отыр қой енді. Мимикамен да. Мы үшеуміз деп сөйлеп ақыры сөйлесіп отыр қой енді. Просто любой сөзге мягкий знак қосып айтып жатыр ғой, туда и обратно. Туда и обратно. Оларда Банкомат. Сосын қалада бір жақсандай туристический қала ғой. Қалада 9 түрлі күлкі бар, короче. Сенімен сөйлескен адам никак андай қабағын түймейді. Сен андай жаңағы туда и обратно деп жарты сағат тұр ғой, түсіндіре алмай бізге. Не решил? Жоқ, негізінде рас. 4-ші күлкі ол, иә? Өзі 9-шы күлкілер уже андай өтірік күлкілер ғой. Жек көріп жатса, иә, сөйтіп күлкілер. Дата осындай 9 түрлі күлкілер ойлашы. Таиландта адамдар мысалға айтарлық, мен Бангкокта болдым, астанасында. Одан қалды Пхукетте болдым. Байқағаным көбінесе адамдар андай жай өмір сүреді. Ешқандай андай спешка жоқ біздікі сияқты. Асығыс жоқ ешқандай. Андай максималды түрде андай ләззат алуға олар табиғаттан, болып жатқан жағдайлардан мысалға айтар ғой, отырып, жай темекісін шегіп, андай өмір жайлы әңгімесін айтып, сөйтіп отырады адамдар. Біздікі сияқты тез бол, ойбай, қазір ойбай, әкең аусың болып көрсей деген зат жоқ ол жақтарда. Кәдімгідей адамдар өз өмірімен өмір сүреді. Әкең аусың деп қалай айтады олар? Жоқ, енді мысалы айтады. Және де өте жоқ, енді олар мысалға айтарлық, сол бір несі жақсысы, адамдарды алдамайды. Біз мысалы көп жерлерге бардық, бір бағаны ұстап тұрады. Мысалы, таксиларды ұстаған кезде сұрайсың ғой қанша бат екен, 200 десең, тұрып аласың, біз қазақтық енді ойнайды ғой бір андай кішкене бір Шымкенттік қойны тастай, 150-ге берді. Сондай бар енді. Сөйтіп тұрамызда жоқ, бізде олай болмайды, анау мынау деп түсіндірді. Сосын бар, болды кетем бары деп отқа май қойып сөйтіп кетем да. Сосын бар екіншісі сол баға тұрады. Сол 3-4-еуіне барсаң да бір баға. Ешкім алдамайды, ешкім етпейді. Сонысы жақсы. Қатты қоспайды. Біздікі аэропорттан бастап қосып жібереді. Біз уже түстен бітті ғой, сен ілінесің ғой. Бір жақсы жері, әр елде бір өз ең традиционный нәрселер бір арзандау болады ғой, Қазақстанда нау арзан деген сияқты. Оларда массаж датауы 1000 теңге бір сағаты. Сен олай не қылма, 1000 теңге емес, кішкене бір 3000-4000 теңге болады. Шақ саусағы болды мен.
көзім қарайып кетті. жоқ өзің таңдайсың ғой альбом береді екі саусақтықтар тиынның жеткенше ғой екі жүз теңгеге бір саусақтан істеп берді. Жоқ, керемет, массаж керемет енді. Массаж қатты дамаған ғой. Дато мен шынымен де массаж жасатқан кезде өмірімде өйтіп жасатқан. Дато мен ойладым, ана қолдары соған арналған сияқты как будто бар ғой. Біздер дейтін массаж тек мысалы осылай жасаймыз да, тек кішкене тек мына жермен жасаймыз ғой. Олар шынтақтың бірдемесін, короче, келтіріп алып, жайлап келіп, дато сезінесің да ананы дейтін. Енді біздерге тек арқаға тиеді, тек мойынға тек, дато мына жерлерге вообще бармайды ғой, мына жерлер массаждар көрмейсің. Созған кезде пластилин құсап бізді созып отыр ғой. Кәдімгі ана өзіңді бересің ғой анаған толына. Ол алады да сені екінші класс оқитын баласы құсап бүйтіп бір бәлелер істеп илейді ғой короче, бір қайтара илеп табақ жауып кетеді. Шамалы енді тасисың ғой. Бауырсақ септісі. Майға қуырып екінші аудара жібермей екінші жағдайына. Ондай жоқ. Ой, ладно. Қайта түстім. Әр елдің несі басқаша ғой, мәдениеті. Мысалға, біздер нені көрдік қой енді. Одноразкі шегу Пхукетте вообще болмайды. Кәдімгі одноразкі. Запрет. андай бізде кішкентай андай мектеп оқушылардан бастап шегеді ғой қазір. Дұрыс емес вот сол. Сол мысалы ана жақта Таиландтан шығады сол нәрсе. Өздері шығарады. Өздері шығарады одноразкі, бірақ шегуге болмайды, 12 миллион теңге штраф. Таиландтың өзі өндіреді де сыртқа береді, бірақ өздері шегуге болмайды. Потому что өте қатты зиян екен, олар біліп тұр да. Біздерге андай мүмкін жеңіл жеткізді ма, егер действительно рейдке шығады, полицейлер бар ғой түнге, андай шығады, бізде гаишниктер мысалы шығады, рейд дейтін болады ғой мысалы түнде, олар рейдке типа одноразкі ұстауға шығады, короче. Көшеден біреуден көріп қалса, болды кәдімгідей сол жерден ұстап алады. Зато қылмыстық жағдай. Қылмыстық жағдай. Значит, ол не деген сөз? Значит, олар таиландтықтар біліп тұр, одноразкінің өте қатты зиян екенін. Потому что өздері дата пайдаланбайтындай запрет анандай 12 миллионға ойлашы. Өйтіп запрет қоймайсың ғой енді, ондай қатты зиян болмаса. Значит, ол зиян екенін біліп тұр. Ол мүмкін 5 жылдан кейін бере ма действиесін. Өздері біледі ғой. Сен ұрпағыңа кетіп қала ма? Ұрпағыңа кете ма, или ол бірдеме ауруға апара ма деген сияқты ғой. Бізде Қазақстанда да солай ғой мысалы. Типа мұнай бізден шығады ғой. Халыққа бермейді ғой. Байып кетсе зиян болмайды ма? Кешке жатарда осындай саяси әзілдер естелімше ма? Бізде ма? Жаңа оққан-тоққан болды. Жоқ, енді сонда не, бізді оқымаған деген ғой. Bizde кезде. Не тоқыдың ал, не тоқыдың, көрсет ал. Жоқ, сонда, жоқ, енді жатар кезде кішкене миың демалсын деп кішкене андай жеңіл түрде. Жатарда андай армандайсыңдар ма негізі? Андай, мысалы, андай шанс берілсе сендерге типа бір адаммен любой әлемдегі тірі қазір адаммен кездесуге мүмкіншілік берсе, бәрі президент па, Криштиану Роналдо ма, кіммен кездесер едің? Даже қайтыс болған адамдармен ма? Жоқ, оларды қалай бар адамдармен кіммен кездесер едің? Әлем бойынша. Әлем бойынша давай. Желательно тірі. Ойламаппын бар ғой шынымен де кіммен кездестіруге болады деп. Нұрс. Жібер өзіңді. Криштиану Роналдо деп. Шынымен айтатындар бар. Жоқ, мен андай ойлаймын да, просто ойлаймын да. Мысалы, Роналдо ең көп Инстаграмда подписчигі, ең көп адам ғой. Дәл қазір подписчигі көп, 605 миллион. Қатты ғой, жүріш 605 миллион деген. Мен ойлаймын да, мысалы, мені інім ғой деп белгілеп, сторисіне салып жерсе да, інім ғой деп. Інім ғой деп салып жерсе, мысалы. Жетсайлық інім ғой деп. Даже бүйтіп те ойлаймын да, даже ше андай. Анандай қып саса да разы боласың ғой, андай. Мошенник деп саса да. Роналдоның сторисынан шықтым, мына баланы қайдан табуға болады? Жек көрем осыны деп саса да, сен ұлтып тұрсың ғой, Рахаттан отырасың. Әдемі ғой, күшті ғой. Сен мысалға қандай? Мен Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесер едім, 1 сағат отырып әңгіме айтар едім. Не сұрайтын едің мысалға сен? Бірінші сұрағың не болатын еді? Бірінші сұрақ. Қалай жағдай? Сәлем десе. Ол сұрақ емес қой ол. Қазақстанды прям Қазақстан болып шыққаннан бастап осындай кезге дейін алып келді ғой енді. И явно бір нелер болды ғой, бір келіссөздер, мысалы, қиын болған, сондай моменттарды сұрар едім андай. Прямо Қазақстанның тағдырына әсер ететін бір моменттар болды бір. Сондай моменттарда қандай қызық болған, қызық қой. Хан ғой. Енді қаржа, сол ата не болды сол кездерде деп сұрап отырсаң ғой сен.
Ләйлә Сұлтан қызы сияқты отырған Қабдол. Так, мен шынымды айтайын, әлі білмеймін кімге кездесу. Әлем бойынша бір андай бір шыным керек, андай Инстаграмда да даже бір қатты бір әлі жаңағы қарап отырмын, кімге подписанмын, кімге қызығамын қазіргі адамдардан деп. Білмеймін, по творческий жағынан бір әлемдік бір звездамен кездесу Кім керек енді? Бруно Марс, мысалы, маған интересно олар. Бруно Марс? Иә. Есіне дайындығына барсаң. Андай виямен четко дайындалады ғой олар енді. билет. Мен негізі Любой. оны түсініп тұрмын, бірақ та ол сұраққа мен де ойланғам бір моменттері. Бірақ та мені негізі қазақ әдебиеті пәні мұғалімі ретінде Қазақстан тарихын қатты оқығам. Маған кішкене ар жақтағы адамдар кішкене қызықтырады. Мысалға Қонаев пен Дінмұхамед Қонаев. Одан қалды ұлт азаттық көтерілісте жүрген біздің батырлар. Мысалға осы Жүсіпбек Аймауытов Ақбілек сол екеуін шатастырамыз ше. Ақбілектің мысалы жазылған кезеңдерімен мысалы соны көргім келеді. Ең бастысы Гитлермен мен сөйлескім келеді. Біздің жаңа айтып отырған кішкене әйтеуір болып қалу мүмкін ғой алла қалауымен. Енді бұл енді қиял ғой. Қиялда шексіздік қой. Иә, мысалы қиялды есептеуге, бірақ та мен Гитлермен сөйлескім Сол келеді. Гитлермен барады бритва аласың. Мынаны ал, ертең тарихта осы түріңмен қаласың. Мынаны алып тастайсың, әдем болып түсті да. Киноларда полный осымен түседі. Жәнәм болып көрінеді, осыны ала салды. Чөсінді жөнде. Ал егерде Неге Гитлер? Давай. неге Гитлер? Оны өзгертпейді шығармыз енді, неге Гитлер? Жоқ, енді адамның миы қалай істеген соның барлығына неліктен соңында атылып қалған, мысалға семьясын атып тастады, өзін атып тастады, уже жеңілген рейс таққан. Өлтірген жоқ, не істеген Негізі хабарлар өте көп. Мысалы біреу айтады, оны жай ғана алып кетті дейді. Бүйтті сөйтті, маған оның бәрі қызық та. Бірақ та былай айтсақ, маған қызық адамның қалай сондай деңгейге жеткен, не ішінде болғаны, әлемді не үшін ол басқарғысы келді, қандай ол травмалары болды оның. Өйткені ол психикалық травма, футбол ойнағанда. Жоқ, енді ол психикалық травмаларға әсер етуі мүмкін, мысалға айтарлық. Или туфлиін артқа жат. Мақтақ ыстырып қой сонда да болады. Соған ашуланды да. Ал егерде қазір алатын болсақ, Қазақстанда мен мысалға кіммен кездесер едім? Марғұлан бар ғой? Сисенбаймен. Иә, сол кісімен кездесер едім. Ақша сұрайсың ба? Одан жағдай сұраудың не керек бар? Ақша Қалай жағдай деп сұраудың өзі қате бар. Жағдай дөңгелек қойшы. Екіншісі мысалға айтарлық Қайрат Нұртас. Мә. Қазақстанның андай секс символы ғой, мысалға айтарлық. Ендігі маған былай шетелден ұнайтын Карди Би. Карди Би. Иә, және де мүмкін болса Ким Кардашьян бүкіл семьясымен көріскім келеді. Оның сыртында Селена Гомес. Әжесімен де ма? Ким Кардашьян. Киммен. Ол өте андай не Енді Ким Кардашьяндарды білмеймін, но бір 80-90 жылдан кейін Гитлермен кездесуге шанс бар сенде. Қазақ әдебиеті оған сияқты жалпы да? Жалпы рахмет, барлықтарыңызға көп рахмет. Маған өте қатты ұнады. Маған Мен көп информация білдім жаңағы. Келесі шығарылымдарды жалғастыратын боламыз. Жозефина келесте тағы қонаққа келсін десеңіздер, астына жазып кетіңіздер. Жозефина қонаққа келсін деп. Олай сен қыз нетпе, мен оқырмандарым қазір капец. Сол шақырып келе беріп зығырым шығады ғой. Қыздар кешкі уходты ұмытпаймыз. Сұлу болуымыз керекпіз әрқашан. Сонымен қатар түндерің тыныш болсын, тек қана жақсы жаңалықтармен ояныңдар, және де бүкіл тревоганы алып тастаңдар. Болды, барлығы жақсы болады. Қастарыңда сүйікті жандарың болсын. Сүйікті жандарың жатсын. Құшақтап, жаным жақсы көрем деп айтыңдар. Жаткаст, жатарда айтылатын әңгімелер.